Қалай барлықтарыңызға? Э, Мен сізбен және барлығымен бөліскім келеді. Динара ханымнан жеке тазарудан өткенмін. 5 апталық жаңағы текті тазарту, энергияны тазарту, жаңағы энергиям тазарыватқан және бүкіл денемнен, бақайымнан басыма дейін денем қызыды. Негізі аяқ қолдарым постоянно тоңып сұп-суық болып жүретін. Түсінбедім, температурам көтерілді ма, не болды деп. Соны үйге келіп кешке жақын сізден сұраған кезде сіз айттыңыз ғой, иә, мен сізді бүгін тазарттым, сізбен біраз жұмыс істедім. Так, сыртыңыздан деп айттыңыз. Соның бәрін сездім. Прям очень приятно. Сол сізге көп рахмет, алғысым шексіз. Сізге дейін жаңағыдай менде ішімде өзіңіз айттыңыз ғой, бір сущностьтарды тазаладым деп. Бір уайым қайғыға бату сондай мәселесі көп болды да, сіздің практикаңыздан кейін, Аллаға шүкір, ол нәрсе жоқ болып кетті. Прям көзім ашылғандай болды. Барлық нәрсе андай оңай келіп отыр. Қандай іс әрекет істесем де, қандай план жоспарласам да, ну вот Алла тағала маған өте оңайын, дұрысын, жаңағы оң жолды көрсетіп бағыттап отырды. Сізге рахмет. Аллахымға біріншіден рахмет, сіздей адамды маған жібергеніне. Және өзіме рахмет айтқым келеді, андай іште сізге деген запрос болды маған. Түйсік жаңағы бекер нетпейді ғой, денеде, одан кейін рухани бір өзгеріс болған қалады. Трансформация барлығынан өтіп, ну именно бір щелчок қана жетіспей тұрды. Жаңағы сізбен слиперство дейді ғой, сол нәрсе жетіспей тұрды. Сіз кәдімгідей көзімді аштыңыз. Одан кейін екінші сабақтар, үшінші сабақтар ары қаратай балалық анамның жатырында жатқан кездегі бастап не қалай болғаны, одан кейін мамамның жаңағы өзінің программалары бар ғой, ата бабаларынан, то есть аналарынан келіп жатқан, солардың бәрін нық тура төтесінен түсіп айттыңыз. Одан кейін өтір нүктесіне дейін мен өз-өзіме берген уәделерімді айтқан кезде мен шок болдым. Шыны керек, сол кезде меня прям потрясло деп айтады ғой. Жаңағы күпіршілік білдіртеміз ғой Алла тағалаға, бір өзіміз күмән келтіріп, Аллахым өзі сондай мейірімді, шебер ғой. Қалай Аллаға сенуді, өзімізге сенуді, дұрыс жолға түсуді, және өз-өзімізді танып білуді үйретеді. Және де мысалы оны іштей қалаған сайын керекті адамдарды жібереді. Мен соған көзім жетті. Сізге мың алғыс. Сол әрбір практикаңыз өткен сайын ішімдегінен бәрі андай успокоение дейді ғой, прям как лекарство. Ауырып тұрған жеріңізге бүйтіп мамалар бүйтіп балам сен жазылып кетесің деп бір май жағып бисмиллахын айтып сөйтіп нетеді ғой. тура сондай болдыңыз ғой. Іздеген адамдар өте мен де қуаныштымын. Өте қуаныштымын. Әйтеуір мен сізді білемін. Ең бірінші практикаға келгенде сіз тоқтамай тазалап аттым, сіз тоқтамай жылап аттыңыз ғой. Мощно болды, иә. Қолымда алдыма роллын алып келіп қойған салфетканы айтамын да. Иә, күшті таза блоктардың бәрі ашылды. Иә, сіздің полеңізге кіріп қараған кезде прям мен әлі есімде да, сізде барлық молшылықтың бәрі сізде тұрды, потогыңызда бәрі тұрды, жан-жағыңызда крандовый полеңізде бәрі тұрды. Бірақ сіз соны басқа жақтан іздеп тұрсыз ғой, артқа қарап, соны хорошо запомнила. Соны мен сізге бәрін айтып бердім ғой. И бір аптадан кейін сізде уже бәрі басқаша, бәрі потокпен бәрі келе бастады ғой сізге, есіңізде ма? Иә. Сіз айттыңыз, алдында бірінші сабақта прям жұмыс істеген кезде жаңа тазартумен. Алыста тұр дедім.